Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында қазанда пісіп шығатын іші өте сочный тандыр самса дайындаймыз. Ең алдымен самсаға қосатын пиязымызды бөліктерге бөліп, осылай турап аламыз. Келесі кезекте осылай сүйексіз етті алып, майдалап кубиктап тураймыз. Менде бұл жерде жылқының еті әрі май аралас ет болды. Сіздер бөлек құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Достар, менің ерекше әрі дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте етімізді турап болған соң дәміне қарай бұрышын және тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен самсаның салмасы дайын болды. Енді қамырын жаямыз. Самсаға кез келген қатпарлы қамырды пайдалансаңыздар болады. Осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Келесі кезекте самсаның арасына салмасын салып, түйіп шығамыз. Бірінші осылай домалақ қылып түйдім. Қамырдың шет-шетін бір-біріне жабыстыра отырып біріктіреміз. Келесі түйу әдісі тамшы деп аталады. Осылай салмасын салып, тағы да шет-шеттерін бір-біріне жартылай біріктіреміз. Қамырды жартысына дейін біріктіргеннен кейін, жоғарғы жағын осылай қосып жібереміз. Қамырларымыз дайын болды. Енді қазанымыздың астын қыздырып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын осы самсалардың астына жаға отырып, қазанға жабыстырып шығамыз. Қазан қызып тұрғандықтан самсалар өзі қазанға осылай жабысып қалады. Барлығын осылай біріктіріп шыққаннан кейін енді сары уызын алып, бетіне жағып шығамыз. Енді қазанның бетін жауып, самсаларды пісуге жібереміз. Газдың оты тым жай емес және қатты да емес, осындай отта тұру керек. Және әрбір 10 минут өткен сайын осылай қазанның қақпағын бір ашып, қайтып жауып қойып отырамыз, ішіндегі буын шығарамыз. Шамамен 20-25 минут өткенде самсалардың асты осылай қызарады. Сол кезде қазанды төңкеріп, енді бетін қызартып пісіріп аламыз. Самсаның беті қызарғаннан кейін газдың астын өшіріп, енді ала берсек болады. Жалпы уақыты 50-55 минут аралығында пісіп шықты. Ішіндегі еттері толығымен піскен. Тура осылай жасап көріңіздер. Кәдімгі сатылымдағы тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді.